Жамбо неге 20 күн бізбен бірге болған жоқ? Жамбо заразил моих детей. Сырттан. Ой, сори. Я серьезно тебя дезинфекцию делаю? Нормально, да? Сдал тест? Да, сдал. Серьезно, ты сдал тест? Сдал тест. Сонда дейсің, 12 күн тең тест керек. Ребята, смотрите, что мама делает. Айтпақшы, мен вообще вакцина алма деген үгіттеу емес бұл. Ешқандай үгіттеу емес, тек қана таза ақпарат, сіздерді ақпараттандыру ғана. Иә, ақпараттан тарт. Не, реально үгіттеп атқан жоқ. Вакцина қабылдайсың ба? Жоқ. Неге? Мен сенбеймін оған. Кімге? Коронавирусқа. Вакцина емес, жалпы коронавирус. Коронавирусқа сенбеймін, вакцинаға сенбеймін, вакцина сенбеймін, коронавирусқа сенбеймін. Жалпы ешқандай екпеге сенбейсің ба сонда? Жоқ, сенбеймін. Алексей Цойға Тоқаев біраз ескертулер жасады. 1 февральда бізде вакцинациялау басталды, бірақ қандай да бір себептермен халықтың 0,2% ғана вакциналған 100 мың адам. Және Тоқаевтың айтқаны вакцина жетіспейді. Алексей Цой басында айтқан Ресейден келетін спутниковый вакциналары және те Қазақстанның Казвак, соның барлығы бізге жетеді, толық қамтамасыз етіледі деген, бірақ қазір айтуларынша вакцинаның жетіспеушілігінен Тоқаеву приходится договариваться, вообще правительству приходится идти на невыгодные коммерческие сделки. А у нас что, вообще были выгодные коммерческие сделки? Ну, спутник В. Бізден андай жағдай болды, чатта вакцина егу туралы сұрақ болды, сол кезде кім егеді, кім екпейді дегенде бір 98% екпейміз деп айтты. Мен ойлана бастадым да, вакцина жетіспеуі басқа бір мәселе, вакцина жетіскеннің өзінде да, мысалы бір 10 миллион вакцина болғанның өзінде, оған міне мен алам деп очередь тұрғаны екі талай, кезек жоқ, шын ғой. Сондықтан біз бүгін екеуміз көшеге шығып решили спросить народ, хотят, не хотят. Смотри. Ну, я думаю, если люди будут вакцинироваться и все будет хорошо со здоровьем людей, то, думаю, да, буду вакцинироваться. Чуть позже. Ну, вы думаете? Потому что я переболела уже. В течение, по-моему, 6 месяцев, там же антитела сохраняются. А вообще хотите? Каким вы хотите именно? Спутник российский. У меня родители вакцинировались. Нормально все, да? Жоқ, қабылдамаймын. Вакцина алмайсыз ба? Жоқ. Неге? Білмеймін, даже оған сенбеймін. Жалпы дәріге. Жалпы вакцина сенбеймін. Вы знаете, я подожду, у меня полгода, меня уже в поликлинике приглашают. Но я подожду на результаты других. Если будет вот этот, как спутник, то обязательно. А под других что-то побаиваюсь. Жоқ, қабылдамаймыз. Жоқ, неге? Керек жоқ, не істеймін? Сенбейсіз ба деген ғой? Жоқ, не істеймін? Біз екеуміз жаңағы осыны алуға шыққан кезде негізі я ожидала от людей, мен жоқ, салмаймын деген. Біраз адам бізге кейінірек алам деді, көру керек деді. Нені көру керек? Ну, басқа кім алып жатыр, көрейін. Әлеуметтік желілерден, теледидардан қандай да бір екпеге үгіттеу сондай көресің ба? Бұны айтып отырған себебім, қазір Нью-Йорк Таймстан мынандай бір күшті бүкіл әлемде вакцина қабылдаған елдердің несі? Нәтижесі. Тракет етеді, то есть кім қанша миллион салды. Жалпы әлем бойынша 596 миллион адам вакцина қабылдапты. Ең қатты жасылмен боялғаны бұл дегеніміз Америка, Турция, Россия кішкене жасыл. Ең көп вакцина салдырған мемлекеттердің ішінде бірінші орында Израиль 54%, Сейшелы. Сейшелы ел? Сейшельские острова. Сосын смотри, Арабские Эмираты. Мұсылман елі. Чили, одан кейін Британия, одан кейін міне United States. Американың 30% қабылдаған, ол деген 150 миллион адам вакцина қабылдаған, 150 миллион. Малта тоже қабылдапты. Мальта. Ең аздан бастаймыз, көрдің ба? Египет, Венесуэла, Ирак, Тринидад, Афганистан, A few moments later. Иран, Мозамбик, Much later. Уганда, Таиланд, Кения деген Африка елдерінің арасында Украина, сосын Қазақстан. Тіпті көрсепіне Қазақстан медицинасы, ойбай біздің медицина деген бұлай деп еді ғой. Жоқ, біздікін әзірлеп жатыр, 3-ші фазада. Бұл әзірлеп болғанша өліп болатын ғой бәрі. Апрельде шығады. Медицинаға сенетін десе? Вакцина қабылдаған елдердің ішінде жағы 50% Израиль, ол адамдардың барлығы ғылымға сенетін сондай деген сөз емес. Жалпы ше, бізден бір артық деген де сөз емес. Ол жерде менің ойымша адамдарды сендіре білу, көндіре білу, жалпы вакцинаның қауіпсіз екеніне сендіре білу компанияларын жүзеге асыру арқылы осындай нәтижеге көз жеткізген сияқты. Себебі мен Америкада болған кезде Трамп президент
тіптен кететін кезде, Байден енді қабылданған кезде көптеген қара нәсілділер вакцинаны үзілді кесілді алмаймыз деді. Сол кезде ең бірінші вакцина қабылдаған волонтер қара нәсілді медқызметкері. Один из инструментов повлиять сол қара нәсілділерге. Вот человек из вашей комьюнити, да, пришел и вакцинируется, то есть все нормально деген сияқты бір не болды. Одан кейін артынша сол кездегі Трамптың оң қолы премьер-министрі Майк Пенс деген елді жұрттың көзінше не алды, вакцина алды. Одан кейін артынша бүкіл жаңағы Александра Кортес, күллі жаңағы республиканцы, демократы, одан кейін президент Байден өз алды. Бүгін ғана көргенім, мынаны танып шығарсың, Райан Рейнольд. Да. Міне, finally got 5G дейтін. 5G-ні қабылдадым деп жаңағы сенің айтқаныңды айтып жатыр ғой, он прикалывается, что он получил 5G, чипировали его деген сияқты. Сплетницаның главный рөлді ойнайтын Блейк Лейвли солар алды. Бұл дегеніміз, мысалы, сенен сұрақ қойшы, Мейрамбек Беспаев алса екпе ойланасың ба? Жоқ. Кім ше? Бекболат Тілеуханов. Алып тұрсың ғой. Бекболат Тілеуханов алса, вот надо, вот государство, как она неправильно работает, прям 100%. Бекболат Тілеуханов алса, артынан алып тұрсың ғой сразу. Бекболатқа қойып атады да, шығарған кезде рескіп жандық. Реджеп Тайып Ердоған өзі салды. 82 миллион бар Түркияда. Қазір 10 миллион адам қабылдады. Борис Джонсон, Британияның премьер-министрі. Британия бірінші ондыққа кіреді вакциналанған. Салман бин Абдул-Азиз деген жаңағы Сауд Арабиясының несі. Нетаньяху, Израильдің премьер-министрі, Израиль бірінші орында. Путинға елдің көзінше неге вакцина салмайсың деген кезде ол айтты, мы же не будем обезьяничать или делать то, что люди делают деген сияқты. Бірақ та Ресейде вакцина алғандар 7 миллионға жетпес, ол 3%. Біздікі сонда көп болып тұрма не біздікі? Біздікі 0,2%, 1%-ке де жетпейді. Мен айтпайын, президенттің бәрі салсын деп. Тоқаевты да түсінем, ол Қазақстанның вакцинасын күтіп отыр да. Біздің өзіміздің вакцинаны пиарить ету үшін, біздің вакцинаны жұрт салу үшін деп. Дегенмен де адамдарды вакцинациялауды жаппай бастау үшін қандай да бір движение керек, правильно? Өйткені Алексей Цой неге дейін, апрельдің соңына дейін 1 миллион адам вакцинадан өтеді деген. Қазір 100 мың адам. 2 ай бойы сол кезде ол 100 мың адамға әрең жеткізгенде 1 айдың ішінде 1 миллионға қалай жеткізеді деген сұрақ. Бізде единственный выход, ты знаешь, что, возможно, на работе будут требовать того, что... Короче, кім вакцина қабылдамайды, сол анда кірмейді. Бірақ ол заңда емес қой, правильно? Это должно быть как бы... Бізде қашан все было заңда? Ну, чтобы до этого не доходило, и люди, чтобы не бунтовали, надо же продвигать это, правильно? Теперь смотри, Америка, харалар, латиноамериканцы, которые не хотят вакцинироваться в основном, соларға вакцинаның пайдасын түсіндіру үшін түрлі компаниялар, рекламалар, сондайлар қолға алып, соған 1,5 биллион доллар жұмсаған, я? Просто рекламная компанияға 1,5 биллион доллар. Сол түсіндіру жұмыстарына жүргізілген ақша қайда кетті? Ең біріншісі, мынандай компания ойлап тапқан, ол It's Up To You деген сөз. Таңдау сенде, я? It's Up To You компаниясына 500 миллион доллар жұмсалған. Қанша теңге сонда? Ми жетпейді оған, иә. Right now, the COVID-19 vaccines are available to millions of Americans. To work, and I want to be able to move around. To visit with Michelle's mom, to hug her and see her on her birthday. You know what I'm really looking forward to is going to opening day in Texas Ranger Stadium with a full stadium. Хотя бы сен өз мамаңа қауіп төндірмейші. Вакцина салу арқылы сен деген сияқты нопкаларға тесек, да? Сен аля үгіттеп отсың, по идее бар ғой. Мұнда отырып. Нет, я говорю. Мен уже 50% ойланып қалдым, қабылдайын ба, қабылдамайын ба деп. Үгіттеп отқан жоқпын. Мен, вот видишь, Америка үгіттеу арқылы 200 миллионға жетіп қалды. Басында олардың... Жоқ, сенің мақсатың сонда, хоть что? Менің мақсатым біздің мемлекет ақша бөлу арқылы, осындай мықты компаниялар жүргізу арқылы адамдарды өз еркімен вакцина қабылдауға апару, а не так, чтобы жұмыстан шығарам или қабылда, ертең шетелге шықпайсың или қабылда деген сияқты емес, адам өз еркімен бару керек. Ол үшін телевидениеде, әлеуметтік желілерде адамдарға үйрету керек ол не екенін. Және әртүрлі осындай міне бывший президент или Бекболат, Мейрамбек, не знаю кто, солар арқылы жеткізу керек та. Ну, окей, Назарбаев, солар арқылы месседж жеткізу
Мен Американы ғана талқылап отырмын, себебі Америка бұқаралық ақпаратын көп қараймын да. Мысалы, Түркияны қарасам, көп адам салып жатыр ғой. Британияны қарасам, одан да күшті кейстерді алып шығатын күмәнсіз. Просто америкалықтар кез келген затты шоу қылады да. Кез келген затты сата алады. Тура сол сияқты вакцина салуды да сатты. Қашан вакцина шығады, вакцина қашан дайын болады, 1 күн қалды, 10 күн қалды, 5 күн қалды деп күнде телевизордан айтады. Вакцина шыққан күні прям көрсетті да, андай үлкен неге тұраққа вакцинаның бірнеше партиясын салып, жұмыскерлер терлеп, тұраққа итеріп енгізіп, прямой эфирді таратып тұр да, ана тілші машинаны жауып, гараждан шыққан кезде бүкілі шапалақтап, чылбап, қызметкерлер ше. Адамдар қуанып, это же шоу, и ты думаешь, эта вакцина теперь придет ко мне, в мой штат, в мой город, и они прям апта сайын, күн сайын сол қай штатқа қанша барды, қандай машинемен барды, бәрін беріп. Бірінші орында еврейлер дейсің ғой. Иә, и еще один. И тағы да бір зат, бізде Бекшин кім? Вот этот, наконец-то коронавирус пришел к нам. Наконец-то деньги придут. Наконец-то я отправлю дочку за границей. Бекшиннің біздің Қазақстандағы образы міне жаңағындай. Ал о жердегі доктор Фауси деген бар, главный врач, как бы, осы коронавирус бойы транслировать еткен врачтар, я бас дәрігер дейді. Фауси о жақта бірандай ангел-спаситель да, образы ше, понимаете? И как будто он... Но мы, наши СМИ, или вообще то, что Бекшин жаңағындағы пиар-специалистер, мы білмеймін, не могут сделать из него человека, к которому люди прислушиваются, да. Это опять-таки их минус. Вина. Доктор Фаусиға Трамп неше түрлі айтатын күнде. Ол алжыған шал, ол андай мұндай деп. Но болса да Байден келгеннен кейін оны өз жанына алып, кәдімгі авторитетін көтеріп. Я, әйтеуір бір доля народу прислушивается к нему. Енді менің жалпы айтпағым, адам баласы вакцина салмасаң да сен, салсаң да, неге деген сұраққа жауап беру керек адам. Вакцина сіздің салмауыңыз, ол өз құқыңыз, салғыңыз келмей ме, салмаңыз. Бірақ неге деген кезде просто нет, не верю дегеннен бұрын аргументированы. Потому что маған былай айтты бір адам, салмаймын деді. Неге деген кезде кез келген вакцина 3 фазасы болады ғой тексерудің. 3 фазасы жағы опыт жасайды ғой, бірнеше жылдарға созылуы мүмкін. Американы Pfizer'ın өзі, біздің Казковидтің өзі 3 фазасы қазір өтіп жатыр. Өте жылдам өтті. Сондықтан мен сол качествосына содан кішкене күмәнданам. Сондықтан мен салмай шығарым деді да. Мен твое право, молодец, аргументировал. Мен де сондай ғой. Кез келген адам жұмыстан, мысалы, бастығын келіп саған сал, әлден жұмыстан шығасың десе, мен салмаймын. Неге салмайсың дегенде де сен әдемі аргументировать етсең, мүмкін сені ол тыңдайды, я. Адам баласын салса да, салмаса да, нақты аргументі болу керек. Бұның бәрі неден шықты бұл тақырып? Жаңағы мен чаттағы достарым салмаймын дегенде мен салам дедім, бірақ Pfizer'ды ғана салам дедім. Bir кезде ойладым, неге мен Pfizer'ды ғана салам деп. Американың вакцинасы ғой, әлі сатып алған жоқ. Неге мен спутник салмаймын? Я, мен ғылымға сенем, мен екпе қабылдаймын, бірақ жұмыста я болмаса учаскелік дәрігер звондап мені шақырмайынша, мен өз аяғыммен барып екпе салдырмаймын. Неге? Себебі мен қайда баратынын білмеймін да. Мысалы, тағы Американы айтқанда, Американы Google'дан теріп, где я могу вакцина қай жерде қабылдай аламын дегенде, сенің жанындағы пункттар деп шығады, картадан, не істеу керек, там инструкция бәрі. Бізде неге шықпайды? Неге? Сондықтан тағы бір олқылық біздің келесі ақпарат неге деген. Чтоб таких глупых вопросов не было, кто у нас сейчас премьер-министр здравоохранения? Алексей Цой. Короче, біздің компанияға, Алия Жанболат компаниясына ақша құясыз. Біз, короче, рекламировать етеміз, нормально блог түсіреміз. Я могу это сделать бесплатно. Им бесплатно не түсінді ма? Ақша толу керек, қатын бала шағаны асырау керек, сан жаққа операция жасау керек.